Целиноград ауданы әкімдігінде аудан әкімі Дарын Сабырғалиұлының төрағалығымен өткен аппараттық жиналыста бір қатар кадрлық тағайындаулар жарияланды. Аудан әкімінің 11 қыркүйектегі өкімімен аудан әкімінің аппаратының басшысы болып Дәулет Мерекеұлы Тілеубеков тағайындалды. Сондай-ақ жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы қызметіне Манас Қанатұлы Қарбай, тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы қызметіне Дархан Бақытқалиұлы Әшімов келді. Жиналыс барысында аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрайымы Әсел Айтқожина 14 қыркүйекте өткен Талапкер ауылы, Мәншік Мәметов ауылы және Қабанбай Батыр ауылдық округінің әкімдерін сайлау қорытындыларын жариялады. Сайлау нәтижесі бойынша Талапкер ауылының әкімі болып Мирас Әлібекұлы Кужубаев, Мәншік Мәметова ауылының әкімі болып Гүлиям Сағынайқызы Қожабекова, Қабанбай Батыр ауылдық округінің әкімі болып Гүлбану Бақытбекқызы Шәкембаева сайланды. Аудан әкімі жаңа басшыларға олардың жұмысының тиімділігі, тұрғындардың өмір сапасына, әлеуметтік инфрақұрылымның дамуына және жергілікті мәселелердің шешілуіне тікелей әсер ететінін атап өтті. Жиналыс барысында ағымдағы мәселелер соның ішінде елді мекендерді тазалау және абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарын ұйымдастыру, бюджет қаражатын тиімді игеру, сондай-ақ жоспарланған жобаларды уақытылы іске асыру мәселелері талқыланды. Отырыс қорытындысы бойынша Дарын Сабырғалиұлы жауапты тұлғаларға бір қатар нақты тапсырмалар жүктеді.